Сәлем оқырмандар, бүгінгі 9-шы сабағымыз there was және there were тақырыбы. Арнамызға тіркеліп, егер видео ұнаса лайк басып кетіпті ұмытпайық. There was және there were өткен шақта қолданылады, яғни дәл кешегі 8-ші сабақтың өткен шағы there is there аның. Аударғанда there was және there were қазақ тілінде болған деп аударылады. Жайған екеуінің айырмашылығы бірі жекеше түрде, бірі көпше түрде қолданылады. Мысалға, there was тек қана жекеше түрде қолданамыз, ал there were-ны көпше түрде қолданамыз. Мысалдар келтірейік. There was an apple on the table. Үстелдің үстінде бір алма болған. Яғни бұл мысал жекеше түрде келіп тұр. Ал көпше түрде there were 5 apples on the table. Үстелдің үстінде 5 алмалар болған. Ал жасалу жолдары болымды түрде there was жекеше түрге, ал there were көпше түрде. Болымсыз түрінде, яғни жоқ деп айтатын болсақ, болмаған деп айтатын болсақ, there wasn't немесе there weren't. Ал сұраулы түрде was, were алдыңа шығып кетеді. Was there немесе were there. Тағы да мысалдар келтірейік. There was a table in the room. Бөлменің ішінде бір үстел болған деп аударылады. Келесі, there wasn't a table in the room. Бөлменің ішінде үстел болмаған. Was there a table in the room? Бөлменің ішінде үстел болды ма? Келесі, көпше түрде there were 5 tables in the room. Бөлменің ішінде 5 үстелдер болған. There weren't tables in the room. Бөлменің ішінде үстелдер болған жоқ. Ал сұраулы сөйлемде were there 5 tables in the room. Бөлменің ішінде 5 үстелдер болды ма деп сұрақ қойылып жатыр. Бұл жерде басындағы 3 сөйлем жекеше түрде келіп тұр. Болымды, болымсыз және де сұраулы түрлері. Ал астындағы қатардағы 3 сөйлем көпше түрде келіп тұр. Болымды, болымсыз және сұраулы түрлері. Енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Answers. Жекеше түрде я болған деп айтатын болсақ, yes, there was деп айтамыз. Ал жекеше түрде жоқ болмаған деп айтатын болсақ, no, there wasn't. Көпше түрде я болған деп айтатын болсақ, yes, there were. Ал көпше түрде жоқ болмаған деп айтатын болсақ, no, there weren't. Бұл тақырыбымыз, яғни there was, there were, there is, there are тақырыптары өте оңай тақырыптары. Жай ғана осы ережелерін жаттап алсақ, және де жекеше түр мен көпше түрін шатаспай қолдансақ болғаны. Мына жерде тағы да мысалдар берілген болымды түріне. There was және де there were-ны қолданып сөйлемдерді аударып шығамыз. There was a pen on the table дейді бірінші сөйлемде. Үстелдің үстінде бір ручка болған. There was some water in the cup. Бокалдың ішінде аз ғана су болған. Бұл жерде су саналмайтын болғандықтан some'ды қолданғанбыз және де there was'ды қолдандық. Келесі, there was a lot of money in my wallet. Бұл жерде сұрақ туындайды. Неге a lot of сөзі тұр ғой, яғни көп деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл жерде көпше түрде тұр ғой деген сұрақтар туындайды. Жоқ, өйткені бұл жерде саналмайтын зат есім тұр. Яғни money деген сөз. Ағылшындар ақша сөзіні ешқашан саналатын зат есімге қоспайды. Олар саналмайды. Су сияқты, water сөзі сияқты. Сол үшін бұл жерде жекеше түрде қолданамыз. Яғни, there was a lot of money in my wallet. Менің портменамда көп ақша болған. Келесі, there were some books in the bag. Сөмкемнің ішінде бірнеше кітаптар болған. Келесі сөйлем, there were 2 cats on the floor. Полдың үстінде 2 мысықтар болған. There were a lot of kids in the garden. Бақшаның ішінде балалар көп болды. Келесі мысалдар бізде болымсыз түрде тұр. Бірінші сөйлемде there was no pen on the table.
Үстелдің үстінде ручка болған жоқ. There was not any water in the cup. Бокалдың ішінде ешқандай су болған жоқ. There was not much money in my wallet. Яғни портмонемнің ішінде ешқандай ақша болған жоқ. Келесі there were-ге сөйлемдерді оқып шығайық. There were no books in the bag. Бұл жерде көпше түрде келіп тұр. Сөмкенің ішінде кітаптар болған жоқ. There were not any cats on the floor. Полдың үстінде ешқандай мысықтар болған жоқ. There were not many kids in the garden. Бақшаның ішінде көп балалар болған жоқ. Ал енді сұраулы түрде мысалдар келтірейік. Was there a pen on the table? Үстелдің үстінде ручка болды ма? Was there any water in the cup? Бокалдың ішінде су болды ма? Was there much money in my wallet? Менің портмонемнің ішінде ақша болды ма? Were there any books in the bag? Сөмкенің ішінде кітаптар болды ма? Were there two cats on the floor? Полдың үстінде екі мысық болды ма? Were there many kids in the garden? Бақшаның ішінде балалар болды ма? Ал мына сөйлемдерді скриншот етіп, өздеріңізге жазып алсаңыздар болады. Болымды түрінде мысалдар берілген, жекеше және көпше түріне. There was an orange on the table дейді. Үстелдің үстінде апельсин болды. There were some books on the shelf. Полкіде кітаптар болды. Келесі сұраулы түріне Was there an orange on the table? Үстелдің үстінде апельсин болды ма? Yes, there was. Немесе no, there wasn't деп қолдансақ болады, я? Жекеше түрде я немесе жоқ дейміз. Ал көпше түрдегі сөйлемде Were there any books on the shelf? Полкіде кітаптар болды ма? Yes, there were. Немесе no, there weren't. Я болған немесе жоқ болмаған деп жауап береміз. Болымсыз түрінде There wasn't an orange on the table. Үстелдің үстінде апельсин болған жоқ. There was no water in the bottle. Бутылканың ішінде су болған жоқ. There weren't any books here. Бұл жерде ешқандай кітаптар болған жоқ. There were no windows in the office. Офистің ішінде терезелер болған жоқ.